Армысыздар қазақ елі, кеш жарық, амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі бейнемді жолдағым келіп отқаны бұл біздің жоғарыда отқан президент мырза және қарамағындағы үкіметке индустрия және өндіріс, өнеркәсіп саласындағы министрліктерге менің үндеуім жетеді деп үміттенемін. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні 30 жылдан астам уақыттың ішінде біз қандай жетістіктерге жеттік, қандай салалар бізде дамыды, инфраструктура болсын, ғылым білім жағы қаншалықты деңгейге жетті бізде, қандай технологиялар жасалды. Әрине, бұның дамымағанына өткен биліктің лебі, кесірі өте мол. Және сіздің де қазіргі биліктің жаңағыдай дәрменсіздігі де соған септік болып отыр. Сол себепті мен ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ екенін көріп отырмын. Сондықтан өзімнің идеяларымды сіздерге ұсыныс ретінде байқап көріңіздер деп отырмын. Және өздеріңіздің бір білмеймін енді қандай нәтиже күтесіздер, оны білмеймін, бірақ бұл өзім қазақ болғаннан кейін, қазақ жерін, елін ойлағаннан кейін осындай бір технологиялар бізде болсын деп ішімнен үміттенемін өзім. Сондықтан қарап жіберсеңіздер. Өздеріңіз тарихтан білетіндей, өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап Жапония, Корея, Қытай секілді азиялық елдер басында америкалық және европалық технологияларды айнымай көшіріп, өз елінде өзіңкі секілді шығаратын. Содан уақыт өте келе азиялықтар технология және электроника саласында барлық елдерді басып озды. Қазіргі уақытта да әлі күнге шейін көш бастап келеді. Менің ұсынысым мынандай: ақыры биліктің миы жетпесе, осындай қазақи технологияларды ойлап табуға, онда осы азиялық мемлекеттердің экономикалық және технологиялық даму тәжірибесіне жүгіне отырып, сол шетелдік технологияларды бізде көшіріп, өз елімізде қазақи қылып жасап шығару керек деп ойлаймын. Үлгі ретінде сіздерге өз жобамды түсіндіре кетейін. Мысалға, мемлекет маған қаржылай және материалдық ресурс түрінде көмек көрсетеді делік, және кемде-кем 2 жылға салықтан босатар делік. Сол қаржыға мен тәуелсіз экономикалық аймақ құрамын. Ол аймақты 9 индустриалды өнеркәсіп ауданға бөлемін. Және әр аудан әртүрлі салада жұмыс жасайды. Мысалға, бір аудан электроника және тұрмыстық техника саласында жұмыс жасайды. Ұялы телефон, тоңазытқыш сыңайлы. Бір аудан тек қана автокөлік жинайды, құрастырады. Бір аудан тек қана кеме құрастырады. Бір аудан тіпті ғарыштық кеме, жерсерік жасайды. Бір аудан қаржылық және банкинг қызметтерін жасайды. Бір аудан тек қана IT саласында ғана жұмыс жасайды. Бір аудан құрылысқа және ауыр өнеркәсіпте қажетті жүк көліктер және құрал саймандар, немесе пойыз сондай шығарады. Және тағы да сол сияқты. Барлығын қосқанда 9 аудан: Қайсақ, Жетісу, Намат, Алатау, Қонай, Шеңгел, Мерген, Арғымақ, Шұбар. Бір ғана Қайсақ ауданының өзі автокөлік құрастырады. Көлік құрастырғанда қалай болады? Мысалға, мен General Motors компаниясының подвесная система Макферсонаны аламын. Немістің көліктері Mercedes пен Audi'дан жесткий кузовты аламын. Итальяндық автокөліктерден ішкі салон дизайнның үлгісін аламын. Және де жапондық автокөліктерінің жанармайды үнемдеп аз жейтін қозғалтқыштарын аламын. Және осының бәрін қосып, нағыз қазақтың автокөлігін құрастырып шығамын. Бұл жерде 2 мәселе шешіледі. Біріншісі, ол Қазақстан азаматтары үшін жұмыс орындары көбейеді және Қазақстан Республикасының инфраструктурасы дамиды. Екіншісі, бұл біздің отандық өнімдеріміз, тауарларымыз шетелге экспортталады. Соның есесінен жұмсалған мемлекеттік қаржының бәрі 2 есе ақталады. Сіздер жаңағыдай түсіністікпен қараңыздар. Бұл жерде менің айтып отқаным немес бір ұлтшылдық деген сияқты, біреуді кемсіту деген сияқты. Бұл жердегі менің айтып отқан
тірлігімнің бәрі мына мысалға біз шыны керек шетелден тәуелдіміз, шетелге тәуелдіміз. Біздің жаңағыдай табиғи байлықтарымыз мүмкін о жағынан біз тәуелді емес шығармыз, бірақ біз шетелдік жүйеден, шетелдік мына қаржы жүйесінен болсын, банктық жүйесінен болсын, қаржылық жаңағыдай платформалар және мына технологиялық платформалар, технологиялардан жаңа оқу жүйесі болсын, заңнама жүйесі болсын, бұл шетелдік нормаларға сәйкес біз сол жағынан біз тәуелдіміз. Үстінде киіміміз болсын, неміз болсын, жаңағыдай тіпті десеңіз өнер саласында ән, кино болсын, бәрін біз көшіреміз, бәрін біз қараймыз. Ой, шетелде қандай не, ой, шетелде мынандай, бізге жету үшін оған мыңдаған ғасыр керек, мыңдаған жылдар керек. Әрине мен ішімнен қынжылтады ондай сөздер, өйткені ол мысалы сөйтіп қазақтар да айтады, өзімнің жаңағыдай халықтың ішінде де айтады, министрлер де айтады, үкіметтегі айтады, жаңағыдай әкімдер де сөйтіп айтып жатыр, жаңағыдай ой, анау оған жету үшін не керек, андай мындай. Менің ойымша бұның бәрі патриоттық сезім жоқ, ешқандай отан сүйгіштік сезім жоқ, ешқандай. Және менің бұл жасап отқан ұсынысым, бұны шетелде ірі компаниялар, ірі корпорациялар мыңдаған штатпен былай отырып, ой пікірлерін былай түйіндеп сөйтіп шығарады бұны. Мен жалғызбын. Сіздер соны дұрыс түсініңіздер, менің ұсынысымды мына ұсынып отқан сіздерге. Не үшін жаңағыдай айтып отырмын, жаңа қазақ болғаннан кейін жаңағыдай қазақи жаңағыдай өзім болмыс жасағым келеді осы. Ақыр Қазақстандамыз мысалға. Ертең біздің болашақ ұрпақтар айтпас үшін де мына қазақтар мысалы ата бабамыз не істеді осы қазақ ата бабамыз, біз мысалы сол кездегі мен өзімнің біздің жаңағындай бұрынғы ата бабаларымыз не деп отқан жоқпын, оқымаған, тоқымаған, бізге не қалдырмаған, бізге ол кісілер жер қалдырды, мына жерді ойып қорғап, жаңағындай жауларды кіргізбей бізді қорғап, жаңағындай дамыңдар, оқыңдар, тоқыңдар, білімді болыңдар, ары қарай мына дамытыңдар деген сияқты сөйтіп қалдырды деп ойлаймын. Бірақ біз қазіргі кездегі мына қазір дамымасақ, ертең одан да артқа қалып қаламыз деп мен сөйтіп ойлаймын. Сондықтан қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма, мен өз тарапымнан тырысып көремін. Қанша дегенмен тырысып көремін. Өйткені маған бәрібір емес елдегі жағдай. Сау саламатта болыңыздар.